Шығармашылық құдіретімен тәнті ететін кәсіптің бірі ол фотограф. Өмірдің қасқағым сәтін қалт жібермей объективке іліп алу үлкен шеберлікті талап етеді. Қырағылық пен байқампаздық кәсіби фотографтың негізгі қасиеті. Фотосуретке тіл бітіріп, сөйлете білетін шын фотографтар аз бізде. Олар санаулы ғана. Фотографтың бір күні ол қалай өтеді екен? Әріптесіміз баяндасын, біз бірге тамашалайық. Бұл Оспанәлі есімді кәсіби фотограф. Оның әр күні ізденіске толы. Әдемі кадр мен бейненің көркемдігі өмірлік кредасына айналған. Сондықтан да болар өз ісінің шебері. Қайталанбас сәттерді объективке сыйдыруға тырысады. Көбісі осы маманды игеруге тырысып жатады. Бірақ фотосуретшілер аз деп санаймын. Өзімді кейіннен фотосуретші ретінде көргім келеді. Енді өзімге қанша 40-20 шақты терабайт бір суреттерім бар. Соның ішінде бір өзім көңілімнен шыққан жаңа енді көптеген елдерде өзін орын тауып атқан 1-2 суреті бар. Оспанәлінің әр суреті өмірдің өзіндей шынайы, қарапайым болып көрінгенімен күрделі философиямен астасып жатыр. Түсірілген фото туындылар өңдеуден өтеді. Арнайы бағдарлама арқылы түр-түсі қойылып әрленеді. Осылайша кәсіби өнер туындысы өмірге келеді. Жанан адамдармен танысасын, ел аралайсын, жалпы көптеген өз-өзіңді бір жағынан дамытасын десем де болады. Өйткені көптеген мысалға кей салаларды мысалы біле білмейсің. Жаңа суретке түсіріп жүріп, жаймендеп танысып жүресің. Қиын сәттер енді ол ауа райының сәтіне байланысты. Студияда жұмыс жасауда фотографтың күнделікті режиміне кіреді. Ол кемінде мұнда 2-3 сағат үздіксіз түсірілім жасайды. Осы орайда жарық пен декорацияның да дұрыс қойылуы маңызды. Өйткені өнімнің сапалы болуы осы процестерге де тікелей байланысты. Фотограф мамандығының қыр-сыры осындай қызықтарға толы. Әр мамандықтың өзінің қиындығы бар, Баян. Осы мамандықты арқылап жүрген азаматтарға біз тек қана еңбегіне табыс тілейміз. Кәсіби фотографтар бізде аз дедік, олардың саны арта түссін деген тілек біздегі.